Қоғамда төзбеушілік мәдениетін қалыптастыру. Құрметті қауым, зорлық-зомбылыққа қарсы күрес бір ғана мекеменің емес, барша қоғамның ортақ ісі. Егер әрқайсымыз бейжай қарамай, жанымыздағы адамға қолдау көрсете білсек, біз міндетті түрде қауіпсіз әрі мейірімді қоғамды қалыптастыра аламыз. Оған тікелей кешегі мысалды келтіруге болады. Өздеріңіз көрдіңіздер, көшеде нашақорлар кәмелетке толмаған қызды зорлап алып кетпекші болғанда, өзіміздің азаматымыз Жуалы ауданының тумасы сол аялдамада тұрып сол қызды қорғап алып қалды. Рахмет. Әрбір қоғам мүшесі осылай немқұрайлықпен қарамай, біз қоғаммен бірге, халықпен бірге күресетін болсақ, Тараз қаласы, Жамбыл облысы Қазақстандағы ең қылмысы кем нөлдік көрсеткішке жеткен өңірге айналамыз.